жана берсин. Және де сіздер арал тақырыбын қозғапсыздар. Өте ұнады. Шынымен де біздің жадымыздан біраз ұмытылып бара жатқан тақырып еді. Өте керемет, маған өте ұнады. Біз қазақпыз. Осы жаңа көрсеткен фильм керемет, айналайын. Көп рахмет. Менің жасым 79-да. Мен бата берем саған. Молодец. Сөйтіп, қазақпыз. Қазақ болсаң, бәріміздің салтымыз керемет. Әйтеуір келешегіміз бай болады, жақсы болады. Рахмет. Ал енді әсер, мынау бүгінгі Ұлы жібек жолы жайлы фильмде өзіңізде қатысып, сұхбат беріп жатсыз. Жалпы бүгінгі фильм жайлы өзіңіздің ойыңыз қандай? Жалпы біздің Ұлы жібек жолының осы тарихи маңызын аша алды ма? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді Ұлы жібек жолы жайындағы деректі фильм шынымен өз басыма қатты ұнады. Әрине, Ұлы жібек жолы жайында айтқан кезде бір кадрға, бір фильмнің, бір сағаттық фильмге сыйдыру ол мүмкін емес, жан-жақты, бірақ негізгі тақырыптар қозғалды. Өйткені негізгі тақырыптар ашылды десек болады. Себебі ол жерде нақты сол Ұлы жібек жолын зерттеуші мамандар қатысқан фильмге. Мысалы, ол Карл Байпақ, орта ғасырлық қалаларды зерттеген ғалым, Ұлы жібек жолының мынау тармақтарын, оңтүстік Қазақстан бойынша өткен тармақтары жайындағы ол кісінің көптеген еңбектері бар. ЮНЕСКО көлемінде жұмыс істеген ғалым, өкінішке орай арамыздан озып кетті. Сол кісілердің берген интервьюлары, яғни сол кісілердің фильмге қатысуы, демек бұл фильмнің өте жоғары деңгейде жұмыс істеген, яғни ұжымның жұмыс істегенін және өте жоғары баға беруге болады деп есептеймін. Өз басым осы фильмге қатысқанымды мақтан тұтам. Себебі мен бұл фильмге түсер алдында жай ғана экспозициялық зал, яғни Ескоров музейінің экспозициялық залына экскурсия жүргізу, яғни таныстырып шығушы ретінде қатыстым. Ал бірақ қазіргі фильмде сіздер көріп тұрсыздар, сондай ұлы тұлғалар, мықты мамандар, өзінің майталмандары, Карл Байпақ, Зайбер сынды, тіпті Нобель сыйлығының лауреаты, корейлік болсын, қытайлық болсын ғалымдардың қатарында сол кісілермен бір қатарда сөйлеп тұрғаныма әрине бұл мен үшін мақтаныш болып есептеледі.